Сәлем достар, сіздермен бірге Данияр. 13 қазан күні Apple компаниясы өзінің жаңа құрылғыларын таныстырып өткен болатын. Оның ішінде біз күткен iPhone 12 де бар. Презентация барысында Тим Кук алдымен Apple HomePod Mini атты шағын портативті үй колонкасын таныстырған болатын. Бізге 360 градусқа жақсы дыбыс естілетіндігіне уәде берген. Сонымен қатар колонка Apple S5 чипімен жабдықталған. Яғни ол қоршаған ортаға байланысты дыбыстың шығу бағытын реттейді. Екі HomePod колонкалары өзара бірге қосылып, стерео дыбысталуды қосу мүмкіндігі де қарастырылған. HomePod Mini арқылы Apple Music, подкаст, Amazon Music, интернет радионы тыңдауға болады. Ал әзірше Spotify жұмыс жасамайды. Сонымен қатар HomePod Mini мен Siri арқылы iPhone-дағы қосымшаларға, яғни приложениелерге қосыла аласыз. Мысалға, мессенджермен хаттар жібере аласыз. Ең бастысы HomePod Mini адамның дауысын ажырата алады. Басқаша айтқанда, сіздің iPhone-ыңызға тек өзіңіз ғана өз дауысыңызбен қосыла аласыз. Сонымен осы кереметтің бәріне ақшта $99 сұрайды. Және тек екі түсін ғана таңдай аласыз, қара және сұр. Ал әрі қарай бәріміз күткен iPhone 12. Тимнің айтуынша iPhone 11 сатылымға түскеннен бастап әлемдегі ең танымал смартфондардың біріне айналды. Және iPhone күн сайын адамдарға өз жұмысын тиімді орындауға көмектесіп келетіндігін де айтқан болатын. Ал iPhone 12 5G болып, тиімділікті одан әрі арттырып, өте жылдам жасайтын құрылғы болады. Бірақ Қазақстанда 5G қашан шығатын құдай біледі. Сондықтан бұған көп тоқталмаймын. Ал мынау енді iPhone 12-нің өзі. Түрлі түсті және жаңа қою көк түс қосылған. iPhone 12 қырлары тік алюминий жиектемелерімен алдыңғы және артқы беті тегіс шыныдан болады. Қырларына баяғыдай антенна орнатылған. Девайс Super Retina XDR атты OLED дисплейлі болады. 11-ге қарағанда разрешениесі, яғни экран тұнықтығы да көбірек. HDR10 қамтылған, суреттер әдеттегідей тамаша болады. iPhone 11-де берік шыны болған болатын. Ал 12-ші iPhone-ға Corning компаниясымен бірге жасалған Ceramic Shield атты шыны қойылады. Енді Apple-дың айтуынша 4 есеге дейін құлауды жақсы көтереді. Сонда да мұқият болған жөн. Smart Data Mode мүмкіндігі де бар. Яғни интернеттегі жылдамдық қажет емес жағдайда 5G-дан 4G-ға автоматты түрде ауысады. Әрі қарай процессорлар туралы айтылған болатын. Алдыңғы презентацияда көрсетілген A14 Bionic 5 нанометрлік техпроцесс бойынша құрастырылған әлемдегі бірінші 11,8 миллиард транзисторлы чип. Чип ішінде 50%-ға тез 4 графикалық ядросы бар. Бір сөзбен айтқанда өте жылдам. Бұның бәрі не үшін дейсіз бе? Жақсы ойындар ойнауға. Алғашқы мобильді League of Legends Wild Rift презентациясы болды. League of Legends'ты жасаушылардың айтуынша бұл өте өнімді әрі тез чип. 11-ші iPhone-дағыдай 12-ші iPhone-да 2 камера болады. 12 мегапиксельді кең бұрышты камера мен 12 мегапиксельді өте кең бұрышты камера. Ең үлкен жаңарту бұл басты камерадағы диафрагмасы f1.4. Сонымен қатар түнгі режим өте кең бұрышты камера мен алдыңғы камерада да жасайды. Енді селфи бектер мен селфи гүлдер қуана беріңіздер. Камерамен бітті. Енді желісіз қуаттау MagSafe туралы айтайық. 12-ші iPhone корпусына MagSafe құрылғысын магнитпен жапсырып, оңай қуаттауға болады. Және MagSafe-ке арналған көптеген аксессуарлар бар. Және шамалы ғана AirPower-дың жаңа түрін көрсетті. Бұл бүктеліп жабылатын Apple Watch пен смартфонға арналған желісіз қуаттағыш. Ал әрі қарай әдеттегідей экология жайлы. 2020 жылдың барлық операциялары көмірқышқыл газын ауаға тарату бойынша нөлдік көрсеткішке қол жеткізді. Ал 2030 жылға қарай қоршаған ортаға әсерін нөлге жеткізуді жоспарлауда. Бірақ жаман жаңалық та бар. Комплектіде қуаттаушы блок пен құлақшындар болмайды. Бұның да плюсы бар. Қорабы кішілеу болады және iPhone 12 мен бірге USB-C Lightning кабелі бірге жүреді. Ал мынау iPhone 12 mini 2020 жылдың iPhone SE-сіне қарағанда кішірек және 5.4 дюймді дисплеймен. Ал қалғаны сол iPhone 12 сияқты. iPhone 12 mini бағасы ақшта $700 басталады. Ал кәдімгі iPhone 12 $800 басталады. Әрине, iPhone 12 mini қызығырақ, себебі біз iPhone 12 Pro-ны көрмедік. Ал мінекей iPhone 12 Pro-ның өзі. Қырлары тік жиекті болғандықтан iPhone 12 Pro былтырғы 11-ге қарағанда әдемірек. Әрине, Pro серияда аса мән берілген телекамера орнатылған және бағасы $1000-дан басталады. iPhone 12 Pro-ның экраны 6.1 дюймге өсті. Ал 12 Pro Max-тігі 6.7 дюймге өскен болады. Сыртынан болат жиектер мен керамикалық шилд шынысы бар. Жаңа телефото камераның 2,5 есеге дейін ұлғайтуы бар. Және Diffusion функциясы арқылы бірнеше суреттерді бірге қосып керемет нәтиже береді. Енді бұл барлық камераларда жасайды. Енді басты камерасында объективпен қоса матрицасы да стабилизацияда болады. Сонымен қатар жаңа Apple Pro RAW форматын таныстырған болады. Яғни бұл кішірейтілмеген форматтағы көп ақпараты бар суретті алдыңғы және артқы камераға түсіруге болады. Суретте әдемілеп телефонда немесе компьютерде өңдеуге болады. 12 Pro видео жазбаны HDR режимде
4К 60 кадр секундына жаза алады. Әрі қарай лидарды көрсетті. Бұл белгілі бір затқа дейінгі арақашықтықты өлшеуге көмектесетін құрылғы. Және iPhone 12 Pro-ға қараңғылау жерлерде фото немесе видео түсіру кезінде фокусты жақсы ұстауға көмектеседі. Жалпы iPhone 12 Pro-да көптеген жаңа енгізулер бар. Ал бағасы $1000 басталады. Бірақ бастапқы моделінің өзінде 28 гигабайт болады. Сатылымға ақш-та 23 қазаннан бастап шығады. Ал iPhone 12 Pro Max 28 гигабайт $1100 басталады. Бірақ сатылымға 6 қарашада шығады. Сонымен осы, қарағандарыңызға рахмет. Қазақша техноблогты дамытайық. Лайк басып, достарыңызға жіберіңіздер.